Сәлем достар, менің есімім Талшын. Мен бұл 22-ші оқу тобының студентімін. Колледж кезінде мен үндемейтін студент болдым бірінші, екінші курста. Осы үшінші, төртінші курста мен жалмауыз болдым группаның. Әркіммен ұрысып, қырылып сөйтіп жүрдім. Ең алғаш келген кезде маған сырт келбеті ұнаған қыз Әйгерім мен Наргиза. Әйгерім ана табиғи сұлу болып көрініп, Наргиза просто внешності әдемі болып. Мен телефонның камерасын ашамын, басқа нәрсе. Апайдан өліп ұрыс естіген кезім жоқ. Тек практикадағы апайдан естіген. Айқайлаған кезде Гүлнұр апай емес. Жоқ, Айнұр апай ұрысты. Ол кезде апай Әсемге өліп ұрсатқан кез ғой. Сосын байқамай күліп жіберіп едім. Сосын маған да тиіп кетті. Талшын, сен неге күліп тұрсың деп. Колледждегі қызық сәтім ба? Колледждегі қызық сәтім сабаққа байланысты болмады. Колледждегі қызық сәтім менің үшінші курста мен педколледждің бір баласымен, төртінші курс оқитын бір баласымен таныстым да. Сосын ол маған колледжде болатын жайдарманға билет алып берді. Сөйтіп бірге барайық деді. Сөйтіп ондай бола ма, не біртүрлі емес па дедім. Жоқ, біртүрлі емес, нормально, бара берейік деп. Сөйтіп мен, ладно, барсақ барайын, әшейін колледждегі бала ғой дедім да. Сөйтіп подругалармен шықтым да, былай бөліп солмен бардым. Сөйтіп барсам, ана бала өзінің группасының қасынан шықпай, еще мен сөйлеу анаған қарап, анау, қазір барам деп, группасының балаларына қарап, менен ұялып, әрең қасыма келіп, сосын соңында әйтеуір оттық жайдарманда отқан кезде де қайта артына жалтақтап, итеріп, мен сөйтіп оттым. Сөйтіп сыртқа шықтық та, бір жерге барып отырамыз ба деп ойлағам ғой. Сөйтсем, ол мен далада былай айналдырып, сосын Әсемге звондадым. Әсем, сендермен кешегі ешбірдеңе деп алып кетші дедім. Сөйтіп қыздар алып кетті. Сол маған қызық кез болды. Тағы не айтам? Практикадағы жағымсыз сәт деймін ба? Колледждегі жағымсыз сәт? Мен колледждегі жағымсыз сәтім бұл бірінші курс. Себебі мен бірінші курста Әсем деген қызбен общагада бірге жаттым. Сол мен үшін ең жағымсыз сәт болды. Себебі мен қасымда тағы бастауыштың басқа бөлімде, басқа группасында оқитын екі қыз болды. Сосын Әсем, мен төртеуміз жаттық қасында. Ол кезде мен вообще үндемейтін тұғым, дым демейтін тұғым. Bir күні қасымдағы екі қыз одноразовка алып кетті общагаға. Сөйтіп екеуі шегіп жүрді. Сосын Әсем қайта жынданады тұғын. Мен одноразовка ішім ауырады деп. Сосын мыналар қуады екен ғой деп ойладым. Сосын жата бердім. Bir күні әйтеуір екеуі түнде кешке ма шегіп тұрды. Сосын мен де бардым да, бұл не деп, кәне деп көрдім. Сосын болмайды екен дедім да, қоя салдым. Сосын бір кезде Әсем, қыздар қойсаңдаршы, шекпеңдерші, мен ішім ауырып жатыр, сендерге серьезно айтып тұрмын деді. Сосын ана қыздар қумаш деді. Одан кейін Әсем барды да, анау колледждің жаңағы жатақхананың жетекшісіне барды да, ана қыздар аналар шегіп тұр деп айтып берді. Сөйтіп ана қызды, екі қызды оқудан шығарып жүруге дейін апарды, бірақ тек общагадан шығарды. Сөйтіп Әсемге жаңағы общагаға апайлар келеді да маған сұрайды, Әсем не деп айтты, ана қыздар не деп айтты, шынымен шегіп жүр ма, сен шектің ба? Ойбай апай, жоқ, білмеймін. Әсем негізі дұрыс емес, өзі де дұрыс емес, негізі өйтіп айтып керек емес деп. Ана қыздардың екеуі ше негізі көп шеккен жоқ, бірақ сонда да шығарып жүру керек, общагада дұрыс деген жоқ деп екі жаққа да сөйтіп айттым да. Өйткені мен кімге жақтасатынымды білмедім, үшеуін де жек көретін тұғымша мен ол кезде. Бірақ сонда бәрібір Әсеммен қалуға тура келіп, өйткені Әсем менің жан подружкам. Болды достар. Практикадағы жағымсыз сәтім ба? Қызық сәтім. Жалпы практикаға тоқталсақ, қыздар, менің практикада жағымсыз сәтім ол ең алғашқы барған практикам болды. 264-ші
айтамын ғой жаңағы 264 мектепте ең бірінші практикаға барған кезде маған балдармен жұмыс жасау қызық болды. Өйткені олар андай күшті бір подарка беріп, маған сөйтіп қарады. Содан кейін маған ұнады. Бірақ одан кейін уже практикаға 2 рет барғаннан кейін маған ұнамады. Және де осы соңғы практикамда менде практикадағы жағымсыз сәт болды. Себебі айтып берейін сендерге. Маған практикадағы апайым айтады, 8 мартқа ата-аналардың суретін презентацияға салып алып келші дейді. Сосын мен жарайды деймін. Точно салғансың ғой, иә саламын ғой дедім. Сосын келесі күні суреттерін апай жібереді. Суреттері біреу 4 біреу 3 біреу мынандай болып тұрады да. Сосын айтады, кім телефоны? Қайған? Ана видеоға түсірсей сол телефонды. Видеоға түсірсей сол ма? Иә. Айта берейін ба? Нормально отырмын ба өзі? Мен көп сөйлеп кеткен жоқпын ба қыздар? Сосын солай апайым маған айтады, осындай мынандай фото, біреу мынандай фото, дұрыс емес фотоларды, короче, презентацияға салып кел дейді. Сосын мен саламын, бірақ анау келмейді, өлшемдері келмейді. Сосын видеоға салып келемін, видеоны қосамын да көрсетемін ғой деп. Сосын колледжге мектепке барамын. Анау апай біздің класста короче интерактивный тақта жоқ. Интерактивный тақтасы бар, классқа ауыстырады бәрі балдарды. Бүйтіп маған істеп бердің ба? Иә, істеп бердім. Мен сосын барам, видеомды қосайын десем, ашылмайды интернеттен. Сосын апай тұрады да, мынау не ашылмай жатыр? Апай, жоқ, сен видео жасап келгенсің ба? Талшын дейді. Иә, апай, видео жасап келдім, презентацияға келмейді деп. Келмейді дедім, ана фотолар дұрыс емес. Иә, бірақ видео ашпайды ғой дейді. Интернет жоқ екенін білесің ғой, видео ашпайды ғой. Апай, мен білмеймін оны ше. Негізі ашады, ашып тұрған деп қайта басам, сөйтіп істемейді. Сосын апай бақырады, сен не видео істеп келесің, жұмысың ба, істей алмайтын болсаң айтпайсың ба, бірдеңе деп. Апай, мен істей алмаймын емес, сол просто келмей тұр, болмай тұр, просто видео істеп келдім. Сен неге видео істеп келесің, сен біліп тұрсың ба ашпайтын, неге істеп келесің, бақырады. Сосын апай, мен енді бір көріп тұрсыз ғой не болып тұрғанын, әдейі істеп тұрған жоқпын ғой деймін. Сосын жоқ, сен еш нәрсені де қатырмайсың, жұмыс істемейсің, вообще сабақты өтпейсің, вообще кетші дейді. Сосын апай, мен сабақ өтіп жүрмін ғой, мен өзімнің міндетімді орындап жүрмін ғой дейді. Жоқ, сен онда сабақ өткенді маған міндетсің бе, үйтпе сөйтпе. Апай, не болды енді сізге бір бәле деймін. Сосын бақ шығып кетші, шығып кетші класстан, шығып кетші, бүкіл классың көрсе маған бақырады. Сосын мен тұрамын да, апай шықпаймын, мен өзімнің классым отырамын осы жерде. Жоқ, шығып кет, құры деді. Сосын жоқ, шықпаймын бәрі деймін да. Тақтаға қарап тұрамын. Сосын басқа презентация істеп, сөйтіп бәрі фотоға түсірдік. Содан кейін бірақ апай 8 мартта өзі Талшын кел фотоға түсейік деп құшақтап фотоға фотоластық. Бірақ бұл маған практикадағы ең жағымсыз сәт болды. Енді өзіңді болашақта кім көресің? Болашақта мен өзімді мен болашақта өзімді негізі мұғалім көре аламын, бірақ тап бастауыш мұғалім деп айта алмаймын. Мен өйткені өзімнің бойымда педагогқа арналған қасиеттер бар екенін білемін, және де балаларға жақсы тәрбие бере аламын деп ойлаймын. Сондықтан болашақта осы педагогика саласын жалғастыратын боламын. Мен өзіме болашаққа тек сәттілік тілеймін. Барлығы өзімнің қолымнан келетініне сенемін, және өзімнің қолымнан бәрі келеді. Мына жерін дұрыстап көрсетесің. Қайта айтсам? Не деп айтсам болады? Иә. Мен өзіме болашаққа сәттілік тілеймін. Менің қолымнан барлығын келетініне көзім жетеді. Болашақта осы педколледжде апай болып отырып бұйырсын ба. Группаластарыма сәттілік, өзіме жеңіс тілеймін қыздар. Не деп айтам? Нұрия алдымдапшы. Мен группаластарыма, сүйкімді группаластарыма
Болашақта бақыт тілеймін, жақсы отбасы құруына, жақсы өздерінің карьерасын құруға тілектеспін. Барлығы бір жақсы жерде отыруға жұмыс жасап, әрі қарай да қосылып, бір-бірімізді көрген кезде қуанып, амандасып, бір күшті жерде отыруды тілеймін. Сау болыңдар достар, мен сендерді жақсы көремін. Дұрыстап видеоға түсіріңдер ме?